Кайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге Маликаның анасы. Бүгін біз сіздермен өкпеден чебуреки дайындайтын боламыз. Ол үшін мен ең бірінші өкпені ет тартқыштан өткізіп аламын. Мінекей өткізіп алдым. Енді біз оны табада қуыратын боламыз. Табада қуыру үшін алдымен сұйық майды құйып, үстінен салып қуыра беремін. Мен пияз қоспадым. Өздеріңіздің қалауынша пияз, сәбіз, чеснок қоссаңыздар да болады. Осылайша тұз салып, жақсылап қуырып аламыз. Енді қамырын илейтін боламыз. Ол үшін жұмыртқаға тұзды суды қосып, суымыз ыстықтау болу керек. Қамыр илейміз. Ұнды сала отырып, жұмсақ қамыр жасаймыз. Суыңыз міндетті түрде жылы болу керек. Сол кезде жұмсақ қамыр шығады. Сәл сұйық май қосып жіберсеңіз де болады. Қалауыңызша. Мінекей осындай жұмсақ қамыр шықты. Енді оны 10 минутқа қойып қоямын. Тұрған қамырларымызды осындай майда бөліктерге бөлдім. Енді шетінен жайып, чебуректарымызды дайындайтын боламыз. Осылай салмасын салып, шеттерін жабыстырамыз, вилкамен басып шығамыз. Осылайша барлығын дайындаймыз. Жасалған чебуректарымызды қызып тұрған майда бауырсақты қуырғандай қуырып аламыз. Тез піседі, өйткені қамырларымыз жұмсақ әрі жұқа. Мінекей чебурегіміз дайын болды. Ортасын көрейік. Осындай күшті болып шықты, дәмді. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Ұнаса, тіркеліп, лайк басып кетіңіз.